Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ағзаға пайдалы микроэлементтердің көп мөлшері бар чечевицаны суп рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Шынымен де 10 минутта дайын болатын тамақ. Ең алдымен етімізді ұсақтап турап аламыз. Етті салмасақ та болады, бірақ мен етті салдым. Немесе тушенканы салуға болады, ол өзіңізге байланысты. Етімізді ұсақтап турап болған соң табаға май құйып, етімізді қуырамыз. Асты жабысып қалмас үшін шамалы су құйып пісіріп аламыз. Етіміз піскенше пиязымызды, картошкамызды, чечевицаны жуып дайындап аламыз. Бөлек кастрөлге шемішек май құйып, үстіне пияз салып қуырып аламыз. Картошкамызды салып қуырамыз. Қуырып болған соң томатымызды салып қуырамыз. Әбден қуырып болған соң үстіне су құйып, дәміне қарай тұзымызды саламыз. Рецептін описанияға жазып қоямын. Қайнаған уақытта чечевицаны салып 5-7 минут қайнатамыз, блендерден өткіземіз. Тушенка саламыз десеңіздер, блендерден өткізіп барып, тушенканы ұсақтап турап бір қайнатып ішуге болады. Бұрышымызды салып, лимон қышқылын сығып, етімізді саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Сұлу.